Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен бірге американский панкейктердің оңай әрі тиімді қалай жасалу керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен бізге ұн, разрыхлитель, шекер, сүт, жұмыртқа және май керек болады. Ендеше бастайық. Енді біз өзіміздің ыдысымызға жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Және үстіне шекер салып жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте біз өзіміздің жұмыртқамызға жылы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте біз өзіміздің разрыхлитель мен ұнымыздың қосындысын араластыра отырып 2 қасықтан сала бастаймыз. Ең соңында ерітілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Массамыз біркелкі болуы қажет. Массамызды құймас бұрын ең алдымен табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Табамыз қызғаннан кейін массамызды аз-аздан құйып, панкейктерімізді пісіріп алатын боламыз. Панкейктеріміз дайын болды. Іші толықтай піскен, әрі өте жұмсақ дәмді шыққан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.